Сәлем достар, Қазақстан тарихынан 7-6 сыныпқа арналған БЖВ тапсырмаларын талдайтын видео түсірдім. Сондықтан менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Олай болса кеттік. 16-17 ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениеті және материалдық мәдениеті бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын талдаймыз. Рухани мәдениет бойынша күй, аңыз, шежіре, эпостық жырлардың тарихи дереккөзі ретіндегі маңыздылығын айқындаймыз. Ал материалдық мәдениеті ретінде көшпелілердің қолданбалы өнер жетістіктері менен көшпелілердің шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін сипаттайтын боламыз. Бірінші тапсырма. 15-17 ғасырлардағы қазақ даласында кең тараған күйлер. Достар, қазақ даласында күй шығарған уақытта музыкалық аспаптар домбырамен, қобызбен, сыбызғы, жетіген, қылқобызбенен күйлер шығарды. Әсіресе соның ішінде кең тарағаны домбырамен күй шығару болды. Жалпы күй 14 ғасырда музыкалық жанр болып әбден қалыптасты. Ал 17 ғасырларда қазақ даласында жыраулар поэзиясы үстемдік етті. Соған қарамастан күйшілер де өздерінің күйлерін шығарды. Оның қатарында Асан Қайғының Желмаяның жүрісі, зар деген күйлерін, Байжігіттің Қоңырқаз, Қайың сауған, Жетім торы, Көкбалақ, Қалмақ қырған деген күйлерін атауға болады. Шежірелер жинағы еңбегінің авторы кім, еңбекте не баяндалған деген тапсырманы орындаймыз. Шежірелер жинағы еңбегінің авторы өздеріңіз білесіздер балалар, Қадырғали Жалайыри. Ол Жалайыр руынан шыққан және қазақтың тұңғыш ғалымы, тарихшысы. Қадырғали Жалайыри қазақ хандығының ордасының қан кеңесшісі болған. 1588 жылы орыс ханның тұқымы Ораз Мұхамбетпен бірге ертісте аң аулап жүрген уақытта орыстарға тұтқынға түседі. Сөйтіп сол тұтқында отырғанда осы еңбегін жазды. Еңбекте қазақ халқының қоныстанған жерлері, қазақ хандығының ішкі сыртқы саясаты, қалалары, мәдениеті туралы құнды еңбек қалдырды. Орыс ханнан бастап Ораз Мұхамбетке дейінгі хандардың шежіресінде жазып қалдырған. Екінші тапсырмада кесте берілген және кілт сөздер берілген. Киіз үйдің жабдықтарын және құрылысын, киіз үйдің қазіргі заманауи баспанадан ерекшеліктерін сұраптыр. Киіз үйдің құрылысын балалар білесіздер, 3 бөліктен тұрады. Шаңырақтан, оқтан, керегеден тұрады екен жазамыз. Киіз үйдің жабдықтары бұл торлық, үзік, түндік, яғни киізден жасалынған жабдықтар. Сондай-ақ киіз үйдің заманауи баспаналардан ерекшелігіне келетін болсақ, киіз үй деген бұл сүйегі жеңіл болады, тез тігіледі, тез жығылады, көшкенде өзімен бірге алып кетеді. Ал заманауи үй тастан салынады, оны өзімізбен бірге алып кете алмаймыз. Екінші, киіз үйдің көлемі ол керегенің қанаттарына байланысты болады және бір бөлмеден ғана тұрады. Төр киіз үйдің есігінен басталып, жоғарғы жақ төр деп аталынады да, ошақ киіз үйдің ортасында тұрады. Тапсырма, жылқыға сипаттама береміз. Жылқының шаруашылықпен байланысы. Жылқы мінгенде көлік, ішкенде сусын, жегенде тамақ болды. Жылқы етінен қазы, қарта, жал, жая, шұжық және ет дайындады. Сүтінен қымыз дайындады. Жылқының тіпті терісін де пайдаланды, терісінен жарғақ шалбар тікті. Ал қылын басқа малдың жүнімен пайдаланып, қосып, есіп, қыл шылбыр, қыл арқан, арқан жасады. Ал енді жылқының салт дәстүрмен байланысына келетін болсақ, бірнеше салт дәстүрлері бар. Соның бірі ашамай. Ашамай деген балаларды 5-6 жасқа келген уақытта ер балаларды атқа мінгізу, яғни тоқым қағар деп те аталынады кейбір жерлерде. Яғни баланы атқа мінгізгенде жасалынатын шағын той. Ат майын сұрау деген бар. Ол аты жоқ адам ағайыннан шаруашылығына қажет үшін ат сұрап мінеді. Сондай-ақ аттымар деген бар. Атқа көз тимес үшін, мынау бәйге аттарына көз тимес үшін мойнына байлайтын тұмар. Сондай-ақ қымыз мұрындық деген бар. Құлын байлап, бие сауылған уақытта сүтін жинап, оны ашытып, ауыл адамдарын шақырып, қымыз мұрындық деген шағын той жасайды.
Жылқының сауда-саттықпен байланысы. Қазақтар енді төрт түлік малды сатып, өзіне қажетті тұрмыстық заттар менен бұйымдарды алған ғой. Соның ішінде әсіресе жылқы малын сату қолайлы болды. Себебі жылқы малы алысқа айдап баруға қолайлы болды. Сондықтан көрші елдерге, Ресейге, Қытайға, Орта Азия мемлекеттеріне жылқыны сататын болды. Ал енді жылқының мемлекет саясатына байланысына келетін болсақ, қазақтар ертеден жылқыны өсірген, баптаған. Ал тарихтан біз бірінші екінші дүниежүзілік соғыс кезінде соғысқа көптеген аттарды жібергендігін білеміз. Қазіргі кезде аттарды баптап, аламан бәйгеге қосады, спорттық сайыстарға қосады. Сондай-ақ мемлекет жылқыны асылдандыру үшін де жұмыстар жүргізіп жатыр. Видео арқылы көптеген жаңа білім алды деп есептеймін. Сондықтан менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, түсінбеген сұрақтарыңды қоюларыңызды өтінемін. Сау болыңыздар.